Кешер құрметті араластырайық қонақтары. Бүгін бізде қонақта Нұрболхан Шарапов. Тауып алды ізінде жүріп әте бір нәрсе қылып. Кешер Нұрболхан, қуаныштымын сені қанша уақыттан бері әтеуір. Босамай қалдым, кешірім сұраймын. Енді Нұрболхан, қазір енді қайдасың, не істеп жатсың? Бірінші сұрақ сол. Иә, бірінші сұрақ. Содан кейін сұрақтар тізіліп тұр. Иә, өзіңіз де білесіз ғой енді қазір. Қытаның арысы берсін айналасында жүрміз. Мен білгенмен мына отырған. Одан кейін ары беріш шабыс бар, үй салып жатырмын. Соған шабылармен. Одан кейінгі тойларым бар әр қалада. Сонымен ары бері. Дұрыс, бәрі құтты болсын. Енді біз естеріңізде болар, Аралас шығармашылық тобының группасында біз сізге сұрақ қоюға осы Аралдың жастары, тек қана Аралдың басқа да жастар сұрақ қойған шығарсыз. Бірнеше сұрақ бар. Сол бірден сұрақтарды қойып, бірден вайн түсіруге қалай қарайсыз осы жігіт? Қойшы, вайнерлер толып жатыр ғой. Қазір тас лақтырсаң вайнерге дейін болды ғой. КВНнен көтеріле алмағандардың барлығы вайн түсіріп кететін болды ғой. Инабат Айдарханова деген қарындасыңыз КТА-дағы қосылған тобыңызбен ойнау қиынға соға ма, яғни балалармен дейді? Иә, өте қиын. Енді команда осы КТА болсын, КВН бастағалы болсын, көп экспериментке түскендердің бірі мен шығармын. Қыздармен ойнадым, балалармен ойнадым, өзім қаталармен ойнадым, үлкендермен де ойнадым деген сияқты. Ең қиыны балалармен, иә, әрине. Неге? Олардың әрқайсысына түсіндіресің, оған жеке-жеке түсіндіресің, тұрғызасың, оған былай ойнайсың деп айтасың. Енді сізге мысалы бір сөз айтсам, сіз өзіңіз ойнатып кетесіз ғой. Олардың әрқайсысына түсіндіру керек. Оған жаттатасың, мына жақтан шығасың, ұмытпа, мына жақтан шығасың деп. Мына әрқайсысына сөзбе-сөз, қимылмен қимыл бәрін жаттату деген ол это. Оны көру керек те. Иә, оны көру керек дайындық кезінде, ол үлкен еңбек талап етеді. Дұрыс. Ермек Қуанышбаев деген Аралға келесіз бе? Аралға бұрын жиі шақырған шақырмағандар ғой. Бұрын жиі баратын. Аралда енді бұрын КВН болсын былай барып тұратын. Тұршан үйінде ғана баратын, себебі осының үйінде кондиционер бар. Қазір көп бізде. Бар ма? Ақылбек Скендеров деген қойыпты. Кискон деп кім қойған атымды, ненің құрметіне дейді. Кискон деп атымды Ақылбектің өзі қойған. Неге екенін айтпай-ақ қоян, ол плюс 18 әңгіме болды. Жарайды, Ақылбек өзінен сұрамыз. Сәлімгерей Елубай деген осы жолға, яғни Жайдарман жолына келуіңізге, осыншама керемет жетістіктерге жетуіңізге кім себепкер болды? Ал сіз басқа біреудің осы жолға келуіне себепкер болдыңыз ба, немесе көмек көрсеттіңіз ба дейді? Енді келуіме себепкер болған ең бірінші жалпы оқу орнына түскен кезде мен мектепте жүргенде ойнамағам, КВНнің не екенін білмегем. Жоғары оқу орнына түскеннен кейін барып біз факультет аралық ойын болады екен ғой. Сол кезде ғана бәрі факультеттен шығу керек болды да. Мені алды сол жақтан. Солай факультет арқылы ойнап көтеріліп кетіп, Аллаға шүкір қазір осындай дәрежеге жетіп жатқанбыз. Енді септігіңіз тигіздіңіз ба деген кезде, енді қазір ойлаймын мен балаларға сондай бір мүмкіндік беріп жатқан секілді. Қазір бірге ойнап жүрген балаларға сондай жастайынан мүмкіндік беріп жатырмын. Сахнаны көрсін қазірден бастап, өскен кезде емін-еркін жүре берсін сахнада. Дұрыс. Айжан Оразбаева деген қашан үйленбек ойыңыз бар? Үйде бітірейін. Соған қарап тұр ма? Иә, үйге қарап тұр. Так. Бәрі қайталанып кетіп жатыр, кешін таңдап қойып жатырмын. Дәуір Құлымбетов деген Жайдарманда қиыншылық болды ма дейді? Жайдарманда қиыншылық болғанда ең басты сценарий жазу жағы ғой қиыншылығы. Одан басқа ондай ауыртпашылық жоқ. Егер дайын сценарий болса, әрине оны ойнап сахнаға шығара беру оңай ғой, бірақ оған сценарийді жазып шығу деген ең басты. Өзіңіз де білесіз ғой, сценарий жазу жағынан ойынға тақалған кезде сценарий жазу деген ол енді. Дұрыс. Ақереке Амитова қарындасыңыз мынандай сұрақ қойды. Бала кезден бастап армандаған мамандығыңыз? Мен жалпы мәдениет, өнер, сахна жағы болатын кішкентайымнан бастап, себебі мектепте оқып жүргеннен бастап ән айттым, былай ән конкурстарына бардым деген сияқты ғой. Сол мектептегі кезден бастап. Әли Өмірбеков деген жігіт сұрақ қойған. Неден қорқасың дейді? Жыланнан. Не демейсіз бе? Бір бағдарламаға бардыңыз ғой сол кезде. Низат. Жоқ, жалпы жыланның өзінен қатты қорқамын. Мен жалпы негізі адамнан қорқу керек қой. Адамнан қорқу керек. Адамдар қазір қатыгез болып кеткен ғой. Инстаграмдағы подписчиктерімнен байқап жатқан шығарсыздар.
бәрі боқтайды, бәрі жерден алып жерге салады, сондықтан барынша қазір. Дұрыс, міне осы ВК-ға Әлі ВК-да жүрсіз? Иә, әлі ВК-да. Майлоруда бар әлі бізде. Соған келген сұрақтар ары қарай бізге тіркелген нелер кетіп қалыпты. Қақтарына. Ол сұрағымыз енді. Енді соңғы сұрақ, жалпы енді қазір балдармен жұмыс жасап жатсың ғой, тәрбиелеп жатсың, үйретіп жатсың. Өсіп келе жатқан, осы өнер жолында өсіп келе жатқан, жаңа айтып әнде де бар, өнер жолы болсын, әзіл жолы болсын, жастарға айтарымыз, егер де шамалы жоғары қарай көтерілу үшін. Иә, көтерілу үшін жалпы енді оның барлығы біледі ғой не істеу керек екенін. Жалпы адам баласы еңбектенсе, оның арты жаман болмайды ғой. Ал үйде жатып алып, әркімнің постына комментарий жазып, әркімді боқтап отқаннан дым шықпайды ғой. Өзі сондай жетістікке жетпегеннен кейін адам біреуді көре алмастықтан жазуы мүмкін, іші тарлықтан жазуы мүмкін. Сондықтан ешкімнің өмірін талқыға салмай, ең бастысы өз өміріңді дұрыстап, ең бастысы еңбектену керек. Еңбек бәрін жеңбек. Енді команда деген сөзді қалай түсінесіз? Команда деген, мысалы, көп бізде бар жастар, команда деген сөзді білмейді. Көбінесе, мысалы, өзіңізді білесіз ғой, мысалы, өзіңіз іздептен ғой. Өзің білесіз ғой, мысалы, көптеген командалар ашылады, жақсы. Бастамасы жақсы да, бірақ ары қарай бөлініп кетеді, я болмаса жалпы қойып кетеді, сондай нәрсе бар. Не себеп жалпы өсіп кеткен командалар бір айтады? Енді, қарашы, әркім командасынан егер жетістікке жетсе, бөлім шыққысы келеді. Лицо болды, мен де бөлім шықтым ғой, қанша командадан бөлім шықтым. Әншілер сияқты ғой. Ең басында Дулатида ойнадым, ең басында Дулатида ойнадым, иә. Роза Гликмен. Иә. Одан бөлініп кеттім ба? Тараз 2000-да ойнадым. Одан бөлініп кеттім ба? Демешіміз болашақта ойнадым. Одан бөлініп кеттім ба? Бөліп жібердім ба? Одан кейін қазір балалармен ойнап жүрмін, балалармен де мәңгілік емес қой. Ең бастысы балаларды сахнаға шығарып, балаларды халыққа таныстырып, балаларға сахнаның не екенін үйретіп, одан кейін оларды да ысырып тастап, жалпы менің сұрағым қате болды десей. Жалпы сенің сұрағың қате. Команда деген нәрсе болмау керек десең. Жоқ, команда деген нәрсе болу керек, себебі команда өсуге жақсы, жалпы команда ішінде телеу керек ең бастысы. Ең бірінші команда болсын, содан кейін барып лицо болсын, сосын лицоға жұмыс істеңдер. Мынауға жұмыс істейді, қанша рет айтамын. Бүгін бізде қонақта болған Нұрболхан, бұл кісіні ұстау өте қиын. Келесі жылы жолыққанша жыл сайын, жылына бір рет кездесіп тұрамыз.